Құрметті ағайын, біздің елімізде де басқа дүниежүзіндегі мемлекеттер секілді пандемияға қарсы төтенше жағдай жарияланды. Осыған орай барлық сақтық шараларын дұрыс түсініп, үйде отыруға шаршамайық. Адам өміріне араша болып, күні-түні жұмыста жүрген дәрігерлердің өмірін ойлап, сабырлыққа келейік. Біз бұл қиындықты ауызбіршілікте ғана жеңеміз. Олар біздер үшін қызметте болса, біздер олар үшін үйде болайық. Біз біргеміз. Шапағатпен нұрын шашқан шырайлы, жаңа өзен бақ дәулетті мұнайлы. Құттырған мұнайшыға астана, жүректен шалқар өлең жырайды. Жаңа өзен жас қала, мұнайшыға астана, өмірім бар өмірімде, баянайтын бақтала. Жаңа өзен жас қала, мұнайшыға астана, өмірім бар өмірімде, баянайтын бақтала. Мұнайшылар ұлы жүрек адамдар, ғылым білім молмен келген мамандар. Сол мамандар маңдай терін жеңгені